Баршаға әссәләму алейкум. Қыздар қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгінгі ауызашардың 12-ші күніне арналған менюмызда сорпасы сондай тынық мөлдір болып шығатын қайнатпа сорпа және де қамырын жайып ортасына май жағуды қажет етпейтін, бірден тез жасап тастайтын самса бар. Бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Сорпамызға қажетті сүйектеріміз бен еттерімізді қазанымызға салып, үстінен суымызды құйып аламыз. Қақпағын жауып, орташа отқа қоятын боламыз. Оған дейін самсамыздың қамырын дайындаймыз. Салқын үккіштен өткізілген немесе ұсақтап туралған сары майымызды електен өткізілген ұнымызға салып, қолымызбен ұнтақтап аламыз. Үстінен бір дана жұмыртқаның сарысы, тұз және де 20% дүкеннің қаймағын саламыз. Содаға 6 немесе 9% уксусты құямыз. Оны да қосып жіберіп, қолымызбен жұп-жұмсақ етіп, керемет етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырдың басы біріккеннен кейін илеуді тоқтатыңыздар. Құрамында май болғандықтан илеген сайын қамыр жұмсара беретін болады. Енді тындыруға 10 минут шамасында алып қойыңыздар. Осы аралықта біздің сорпамызда қайнап шықты, көбіктерін алып тастайтын боламыз. Егер сіздерде балғын ет болатын болса, көбігі бірнеше мәрте шығуы мүмкін. Сорпаның астын міндетті түрде орташа отқа қойыңыздар. Сол кезде қатты қайнап кетпейді, көбігі де араласпай сорпаларыңыз мөлдір болып шығатын болады. Толықтай көбігін алып тазартып болғаннан кейін бір дана пияз, болгар бұрышы, лавр жапырағы және де сарымсақтың бірнеше тісшесін қосып жіберіңіздер. Болгар бұрышы мейлінше көп болғаны дұрыс. Мен барын қостым. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Фаршымызға ұсақтап туралған картоп және де пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де менде самсаның приправасы бар болатын, соны да қосып жібердім. Жақсылап араластырып аламыз. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Бізге картоппен ұнайтын болғандықтан аздап картоп қосып жібердім. Дайын қамырымызды 50 граммнан бөліп алатын боламыз. Сонда самсаларымыз бір келкі шығады. Ал егер де сіздерде таразы болмайтын болса, дәл осы қамырды 16 бөлікке бөлесіздер. Жалпы осы рецептпен сіздерде 16 дана самса шығады. Ал егер де кішкене болғанын қаласаңыздар, көлемін кішірейтсеңіздер болады. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, салмасын салып түйетін боламыз. Мен шеттерін өріп түйіп шығамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша үшбұрышты немесе басқа да түрлерін жасай беріңіздер. Бұл түйу әдісі бастапқыда қиын көрінгенмен өте оңай. Кішкене қамырды басып, одан кейін қайырып отырасыздар. Бірнеше самса түйгеннен кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Өте әдемі көрінеді. Осылай жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Дайын болған самсаларымызды пергамент немесе фольга төселген табамызға орналастырып, бетінен жұмыртқамызды жағып, күнжіт немесе мак сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Етіміз пісуге жақындаған кезде, шамада жарты сағаттай қалған кезде, үстінен сәбізіміз бен картопымызды саламыз. Үйлеріңізде қызанақ болатын болса, ұсақтап турап немесе бүтіндей салып жіберіңіздер. Егер қызанақ болмаған жағдайда аздап томат қосып жіберсеңіздер болады. Кішкене ғана етіп, сонда сорпаларыңызға түс береді. Картопымыз піскенше қайнатып аламыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Кеселерімізге құямыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша ас көкпен немесе көк пиязбен әсемдеп дастарханға ұсынамыз. Мінекей қыздар, біздің ауызашарға арнап жасаған тағамдарымыз толықтай дайын болды. Қайнатпа сорпамен самса өте жақсы үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.